Ғажайып тақтың иесі Билқис патшайым. Оған әрбір нәрседен несібе берілген. Бұл әйел жайлы әңгімеміз шым-шытырық хикаял мен таңғажайып кереметтерге толы Сүлеймен пайғамбардың қиссасымен тығыз байланысты. Бұл қисса Нәмл сүресінде баяндалады. Күндердің күнінде Сүлеймен адамдардан ғана емес, жын-перілер мен аң-құстардан құралған бүкіл әскерінің жиналуына бұйрық береді. Жиылысқа Худхуд келмей, Сүлеймен құстарды түгендеді де, Худхудты неге көрмеймін, әлде ол жоғалып кетті ме, деді. Кешіккен соң оған іздеу салып, расында мен оған ауыр азап көрсетемін, не оны бауыздаймын, немесе маған бір анық дәлел келтірсін, дейді. Бір кезде көп күттірген Худхуд келіп Сүлейменге: мен сен білмеген бір нәрсені білдім, және саған Сәбадан анық бір хабар алып келдім, дейді. Ол әңгімесін жалғап: мен оларға патшалық етіп отырған бір әйелді көрдім. Оған әрбір нәрседен несіме берілген, және оның орасан зор тағы бар. Оның және елінің Аллаға емес табынатынын көрдім. Шайтан оларға амалдарын әдемі көрсетіп жолдан қайтарған. Сондықтан олар тура жол таба алмай жүр. Олар аспандар мен жердегі жасырылғанды сыртқа шығаратын және сендердің жасыратындарың мен жариялайтындарыңды білетін Аллаға сәжде етпей ме? Ұлы аршының Раббысы Алла Тағала, одан басқа ешбір құдай жоқ, деді. Ол затты әйел болғанына қарамастан, Құранда айтылғандай, ұлы патшалық құруға қол жеткізіп, өте мықты өркениет қалыптастырған ұлы тұлғалы Билқис деген нәзік жан еді. Оған әрбір нәрседен несібе берілген. Билқисте бәрі бар еді. Тек Билқис ғылым, білім, өнерге, атақ-даңқ, абыройға, көрік сымбат, сұлулық, күш-қайрат, құдіретке, ақыл-ой мен парасатқа ие болады. Сондай-ақ қара құрым қалың әскердің тізгінін қолында ұстаған. Оның ұлылығының айқын сипатын көрсететін астында ғажайып тағы болатын. Худхудтың сөзін естіген Сүлеймен: рас айтасың ба, жоқ өтірік айтасың ба, оны көрерміз. Менің мына хатымды оларға алып барып таста да, бұрылып күтіп тұр. Сөйт те, қалай қабылдайды бақыла, деп жат елге сәлемін жолдайды. Әміршісінің хатын алып ұшқан Худхуд Билқис сарайына жетіп, хатты сарайдың төбесінен тастайды. Көктен түскен хатқа таңырқаған Билқис хатты ашып қарап: Бисмиллахи-рахмани-рахим, маған астамшылық көрсетпеңдер, алдыма бойсұнған күйде келіңдер, деген жазуды оқып, Сүлейменнің мөрін көреді. Арасы алшақ екі елде, Билқис Йеменде, Сүлеймен Палестинада, сұлтандық құрған екі патша ешқашан кездеспеген еді. Сүлейменнен келген бұл хаттың мәселесін шешуге Билқистің ақыл-парасаты, пайымы жетсе де, елінің жақсы жайсаңдары мен көреген көсемдерін жинап ақылдасуды көреді. Ей ақсақалдар, маған бір ардақты хат келді. Ол Сүлейменнен. Менің бұл ісіме қатысты ақыл кеңес беріңдер, дейді. Ал кеңесшілері Билқисқа: біз қарулы әскері бар күшті елміз, қалай шешуді өзің ойлап көр, деп істің шешімін өзіне қалдырады. Елінің мен деген ер азаматтары бұл әйелдің алдында ешқандай шешім қабылдай алмай, істі өзіне қалдырып отырған Билқистің беделінің қаншалықты биіктігі мен ақыл-парасатының кеңдігінің тағы да дәлелдеп тұрғандай. Ауыз тұшырлық, көңіл қанағаттанарлық ештеңе ести алмаған Билқис, егер патшалар бір елге кірсе, оны қиратады, қадірлерін қор етеді. Мен бұл кісінің бізді аяққа таптауынан қауіптенемін.
Алдымен мен оған сыйлық тарту таралғылар жіберіп, тамырын басып көрейін. Елшілері қандай хабар алып келер екен, оны да байқайық. Егер күш-қуаты мықты, әскері көп патша болса, қарсы келмейміз. Егер әлсіз болса, қарсы шығып соғысамыз. Ал егер ақыл-парасатты, әділетті патша болса, бір ымыраға келерміз деп ой түйеді. Мұнда Белғистің патшалық билік саясатындағы айла-тәсілді қолдануының шеберлігі көрінеді. Саяси шешім қабылдау үшін оған алдымен мәлімет қажет болады. Оны тарту таралғылар жіберу арқылы алуды көздеп, Сүлейменге қисапсыз мал-мүлік, асыл тастар тарту үшін ең елшілерін аттандырады. Бұл менің тағым ғой. Ол елге патшайым сыйлаған тартулар жеткізген елшілер жер жақында теңдесі жоқ ұлы патшалықтың иесі ешкім бағындыра алмайтын нәрселерді бағындырған, ешкім құра алмаған өркениеттің төрінде отырған патшаны көреді. Елшілер ханшайымдарын беріп жіберген сәлемдемесін Сүлейменнің алдына тартқанда ол: сендер маған дүниемен көмек бермексің бе? Алланың маған бергені сендердің ұсынғандарыңнан жақсы. Негізінде сендер сыйлықтарыңа мәз болып жүрсіңдер. Оларға қайтып бар. Мен оларға өздері төтеп бере алмайтын әскермен барамын да, оларды ол жерден кішірейіп, қорланған күйлерінде қуып шығарамын, деп қайтарады. Еліне жеткен елшілер көргендерін, білгендерін, Сүлейменнің қайтарған жауабын айтқан соң, Белғис Сүлейменнің мемлекетіне бағынуға шешім қабылдап, өзінің басшылығымен өкілдерін алып баратындығын айтады. Олардың келе жатқан естіген Сүлеймен қол астындағы үлкен жындарын жинап: ей жамиғат, олар маған бойсынып келуден бұрын оның тағын маған қайсыларын алып келе аласыңдар, деді. Жындардан бір мықты: мен саған оны орнынан тұрғаныңа дейін әкелемін. Менің бұған күшім жетеді, әрі сенуге болатын жанмын, деді. Өзімде кітаптан білім болған біреу. Мен саған оны көзің жететін шекке қарап, жанарың өзіңе қайтқанша әкелемін, деді. Сүлеймен оның тақтың алдында тұрғанын көргенде: бұл Раббымның мен шүкіршілік етемін бе, әлде оны мойындаймын ба? Осыны сынау үшін берген кеңесшілігі. Кім игіліктерге алғыс білдірсе, өзі үшін алғыс білдіреді. Ал кім оны мойындамаса, ақиқатында Раббым бай, өте жомарт, деп шүкіршілік білдіреді. Бұл тақ әкелінген соң, Сүлеймен оны өзгертуге әмір беріп, қызметкерлері оны жеңіл-желпі өзгеріске енгізеді. Көп кешікпей патша сарайына Белғис та келіп түседі. Ішке енген патшайым мен жанындағы өкілдер төрдегі тақтың көздерін алмай таңырқап қалады. Таңданыстарына аңғарған Сүлеймен Белғисқа: сенің тағың осындай ма, деді. Белғис болса: дәл өзі сияқты, деп жауап береді. Сүлеймен келген қонақтарға өзіне Алла тағаланың тарту кеткен күш құдіретін көрсеткісі келіп, оларды түгелдей мөлдір шынымен құрылған, тіпті еденінің астында су ағызылып қойылған бір сарайға кіргізеді. Бұл сарайдың шеберлікпен жасалғаны сондай, су шынының үстінен ағып жатыр екен, деп ойлаған Белғис кіре бере көйлегінің етегін түреді. Алланың бұл кереметін көрген Белғис патшайым бұл адам қолына келмес ғажайып іс екенін түсініп, ғаламат күштің өкілінің ретінде Сүлеймен шақырып тұрған бұл діннің шынайылығын көзі жетіп, сол жерде негізінде мен өзіме әділетсіздік етіппін. Енді Сүлейменнен бірге әлемдердің Раббысына бойынсұндым деп иман келтіреді. Бір риуаяттарда Белғистің Сүлейменге тұрмысқа шыққаны жайлы айтылады. Мінекей, сіздер мен біз билікті, Аллахтың ламеті ұсынған әйел тұлғасының көрінісіне куә болдық.